Өмір сүрер екенбіз, ойлы бәлендіктерден өтеміз. Кейде шатлық, кейде болса сынаулар келеді басымызға. Бүгінгі қаһарманымызды да сынаулардағы сынбас сабыры менен қаһарман деп айта аламыз. Мен Нұрымбетова Гүлнара, социалдық қорғау милли агентлігі Қарақалпақстан Республикасы Қожелі районы инсан социалдық қызметлер орайының бас қанегесі супервайзер лауазымында 2023 жылдың сентябрь айынан бастап өз жұмысымды басладым. Инсан социалдық қызметлер орайына келуде ең тек арғы маған бір түрткі болған нәрсе 2023 жылы президентіміз өзінің сайлау алды дәстүрінде социалдық қорғау милли агентлігі оның район, қала бөлімдерінде инсан социалдық қызметтер орайының жұмыс басылауын, онда тек арғы мақсат социалдық қорғауға мұқтаж болған шақсылардың қолдау қуатлау екенлігі тек арғы мақсаты қойылған ұшынан мен осы орайға өзім мақсат еттім. Қазіргі уақытында осы орайда бас қанеге супервайзер сипатында өз жұмысымды алып бармақтамын. Мен өзімді бір өмір баяным хақында айтып өтетін болсам, 1982 жылы Қожелі районында Апуай шаңырақта туылдым. Диқаншылықпен шұғылданатын ауылда 7 айлығымда дәстүрхан атрапын айланып жүретін қыз болғанмын. 9 айлық кезімде сол шаншу уколы қылынған сол уақытында, арадан уақыт өтіп 6-7 айлар өткен уақытында менің екі аяғым һәм қолымда белден төменінде істемей баслағанлығын ата-анам сезіп баслағанда, 7 айлықта емгеклеген, тай-тай тұрған қыз 9 айлық уақытында, 10 айлық уақытында жүре алмай, емгеклей алмай қалып жатырғанымды сезіп баслаған. Кейіншелік сол Ташкентлерге алып барып, маған сол полиомиелит деген диагноз қойылған. Бұл полиомиелит дегеніміз екі аяқтың һәм белден төменнің нерв фалажылығы деп айтылады екен. Сөйтіп мектеп жасына жеттім. Әлбетте мектеп жасына жеткен уақытында бала өзін аңлап баслайды. Аңлап баслаған уақытында мен кімдердің теңқұрларым мектепке барып жатырса, менің теңқұрларым кім екен, мен қандай мектепке барады екенмін деген ойлаған уақытларым болды. Мен толық 11 жыл мектепті көрмедім, мектепте партасын көрмедім. Дұрысын айтқанда бірінші класста қандай болу керек, қандай болып барып оқушы қандай етіп барады, қандай құралдарменен барады деген нәрселерді мен сезінгенім жоқ. Себебі менде ондай нәрсе болған жоқ. Бала үшін бір қаттыған бір балалықта қарлақтығын ауыр жарақат болып есептелінеді. Бірінші класста анамның арабашаға ауылықта тұратұғын еді. Енді ол уақытларда награлығы болған шақсыларға награлық арабашасын алып мектепке апару керек екенлігін, яки мектепке барып мұражат етсе, мектептен мұғалімдер келіп, үйде оқыту имканияты барлығын сол дәуірлерде болған. Бірақ бұл нәрселерге ата-анамыздың, яки бір сол уақыттағы бір жәмиеттегі бір қандайда бір азғантай бір бостық болған ба көзқараста, сол нәрселерге этибар қаратылмаған нәтижесінде менде коляска болмаған. Менің есімде арабаша болатұғын еді. Соның ішіне көрпешені төсеп, анам, мені ажағам, інілерім біргелікте мені мектепке апаратұғын еді. Мен сол уақытында бірінші рет өзімнің теңқұрларым кім екенлігін сол уақытында көргенмен. Қызымды оқыта алмадым. Кішкентайлық 9 айлық болғаннан екі аяғы, бір қолы ішлемей қалды. Қызымның бір келешегін ойлап, қатарынан кем болмасын деп мектепке апарғанмын. Арқылап апарғанмын. Şu апарғанда 5 күн оқыған ілімменен қалды қызым. Сөйтіп үйде өзінен үлкен әкесі бар еді. Şu балама айттым. Балам, бұлам ілімлі болсын деп, әкесіне әріплерді үйрет балам, бір қапталында өзім болайын деп, мен бір жылап, шундай бір келешегін қызымның тәсәуір еттім. Мен өзімнің теңқұрларымменен дұрысын айтқанда онша араласа алмайтұғын едім. Себебі өзімде сондай дискриминацияға ұшырайтұғын едім. Әне мектепте де сол нәрселер болды. Сондықтан кейіншелік мен бармай қойдым мектепке. Сол уақытта да ешқандай бір социалдық қызметлердің үйде тәлім алудың имканияты барлығы хақында да бәлкім ата-анам оншелі түсінікке ие болмаған шығар. Әне осы уақытта аралықта мен үй тәліміне де
тартылмай қалып кеттім. Осы оқуды үйренгенім, сөйлеуді үйренгенім, бұл көплеу үйде болғаным ұшынам телевиденияны, көрсетулерді көп көретұғын едім. Журналистлардың сөйлегеніне қарап еліктеуге әрекет ететұғын едім. Себебі мен күні бойы ермегім үйде телевизор, радио болатұғын еді. Әне осындай дәуірлерден өтіп, мысалы үшін ойлауымыз мүмкін, бұл қыз мектеп көрмесе қалай ол жаңағы университетке кіріп қалды, қалай ол бұл дәрежеде қазірғыдай жәмиеттің белсенді ағзасы болып қалды деп. Сол балалықтағы арманлар, дәртлер, қандай да бір тосқылар, көзқараслар, барлығы бұл инсандың бір ішіндегі травмалары үлкен жолларға жетелейтұғын күш десек те болады. Менің тек ара вазипаларынан келіп шығып айтатын болсақ, социалдық қорғауға мұқтаж болған шақсыларға, олардың ішіне нелер сезінеді, қандай нәрселер ауыр батады оларға, қандай етіп сұрау беру керек, қандай етіп олардың дәртін аңлап жету керек деген нәрселерді мен бірінші нәубетте, мен себебі ол процессларды, ол жағдайларды ауыр әрбір шақстағы, имканияты шекленген шақсылардағы, яки бір сол халықтың зайып қатламындағы ауыр кешілмелерді мен себебі бірінші бастан өзімде өткергенмін. Әне солардан кеп шығып, мен махалледегі сол қызметкерлерімізді оқыту дауамында сол нәрселерді, қандай травмалар боларды оларда, әне соларды бірінші нәубетте айтатұғын болсақ, имканияты шекленген шақсылар, яки бір ауыр социалдық жағдайға түсіп қалған шақсыларда, оларда қорқу болады өмірден. Мен сол өмірде қалып кетемен, сондай қиыншылықта жасап қалып кетемен, мені ешкім тыңламайды, мен ешкіммен, олар әмме уақытында өзінің рухиятын өзі шөктіруге қалыптасып қалған болады да, олар өздерінің аурасы болады. Әне осы аурадан шыға алмай қалады. Хаттек айрым уақытлары сондай шаңырақларға кірген уақытында сондай имканияты шекленген, өмірде түңіліп қалған, үміті жоқ, арманға көп берілген, арзу етпейтұғын, арзудан қашып қалған, арзудан яки арзу не екенлігін аңламай қалған шақсыларымыздан болады да. Әне осындай уақытында өзім оған мотиватор сипатында рухлантырып, сен маған сүйенсең, мен саған жол ашып беруге, имканиятлардан пайдалануға, саған мемлекет тарапынан сонша имтиязлар, имканиятлар, жоллар беріліп жатырды. Бірақ менде сол дәуірімде, мен өскен дәуірде, мен басып өткен дәуірде бұндай имканиятлар жоқ еді. Бірақ қазір саған сондай имканиятлар беріліп жатырды. Әне сол имканиятлардан, имтиязлардан пайдалан, ертең сен бұннан да жақсы нәтижелерге ерісесің деп мен өзім біргелікте жетелеуге әрекет етемін. Менде журналистикаға қызығушылық пайда болды. 2005 жылы журналистика бөліміне үжет тапсырдым. Сол уақытында бірінші экзамен, имтихан тапсыру уақытында да мен өзімді студент емес, оқушы сипатында таныдым. Себебі мектептің партасында толық білім алмадым. Қалыптаспеді, мектеп хақында түсінігім жоқ еді менің. Бірақ мен дәслепкі қадем қойғаным, университеттің партасы маған мектеп босағасындай болды. Және тағы бір кішкентай, азғантай өмірге қайтып өтетұғын болсам, 2000 жылы Экасан фонды келген уақытында сол мамам апар докторларға көрсетті, сол шпакерлер біздер операция болмайды, бұл нәрсені полиомиелит кеселігін істеу имканияты жоқ, аяққа тұрғыза алмаймыз деп сол айтты. Айтқан уақытында менде өмірде ұлыман. Бұл менімше әрбір адамның процесінде, көзінде болады. Түскілікке түсіп кету, стрессқа түсіп кету басыланды менде. Әлбетте бұл дәуірлерде істеу бір қанша қиынлығы, бірақ қатты стрессқа түстім. Өмірде хаттегі бір сондай уақыт болады, жасағыдан келмей кетті адам. Өзімде де сондай процесс болды. Жасауға да бір үмітім болмай қалды. Онда мен не үшін келдім дүнияға? Онда маған неге жасағым? Менде онда аяққа тұрмасам, мен онда тек қана мен ата-анама бір минет сипатында өмірі өтетұғын болсам, не керегі бар маған бұл өмірдің деген ойлар менен сондай стресслар кетті. Докторларға апардым, үміт жоқ деп айтты. Қызым жылап, мен шондай болып қаламам ма енді деп
ташқарда жылап отырғанбыз. Жылап отырған уақытында бір доктор келіп, сіңлім неге жылап отырсыз дегенде, екеуміз жылап отырып едік. Неге жылап отырсыз дегенде, қызымды көріп тұрып, апа сізге қызыңызды өзім түзетіп беремін деп тасалла берген. Сонша мен етлерді 12 рет операция болдым аяғымнан. 12 мәрте операция болып жүді, ауыр процесс денсаулығымен байланысты. Хаттек айрым операцияларды көтере алмай, денсаулығым көтере алмай қалған уақытларда болды. Сол дәрежеде өзімді құрбан қылдым. Мен яқы аяққа тұруым керек, яқы мен тағдырге тән беруім керек деген екі нәрсе менің алдымда тұрды. Мен ешқашан біреуден өзімді кем санамауым керектілігін аңлап жеттім. Қазіргі шекеме айтаман, өзім мысалы үшін имканияты шекеленген. Сіз ешқашан біреудің пікіріне жасамаң. Біреудің көз қарасы менен, сіз өтіп баратырған жолаушының сізге қараған көзі менен, яқы бір басқа ненің көзі менен қарамаң. Сіз сол инсанға мен инсанман, мен шақспан, ешқашан мені ешкімнің кемшілікпенен қарауға хақысы жоқ деген пікірменен қараң. Себебі сіз құқылы мемлекетте инсанлардың мәплері қорғалып атырған, әр бір шақсқа, әр бір инсанға хүрмет қаратылып атырған елде жасап атырсыз. Бұл тек қана біздердің ойымызда, өзіміздің пікір сана сезімізде айланып атырған түсінік. Награллық арабашасында отырып, адамлармен кірген уақытта адамлар маған қарайтұғын еді, таң қалып қарайтұғын еді. Таң қалып қараған уақытларында дұрыс үйге барып жылайтұғын едім. Өзім жылайтұғын едім. Неге маған адамлар өйтіп көз қарайды, награн сыпатында маған бір ұлыман жәмиетке бір керек емес, бұл жәмиеттің бір артықша инсаны сыпатында қарайтұғынам көз нелер болды, уақытлар болды. Маған мемлекет қолдап тұрды, не үшін мен адамлардың көз қарасымен дискриминациямен жасауым керек? Инсан социалдық қызметлер орайына тикарға келуімдегі мақсаты менің сол имканияты шекленген шақсылар, социалдық қорғауға мұқтаж болған шақсылардағы өмірін, олардың түскіліктерін, олармен біргелікте теңдей жәмиетте жұмыс баслауға әрекет еттім. Менің мақсатым бұл жерде бір әмел алу емес, өзіме ұқсаған, түскілікке түсіп қалған, жәмиетте бір өзінің орнын таба алмай атырған, имканияты шекленген шақсыларды жол көрсетуші инсан сыпатында аңлатып түсіндіру үшін осы тарауға мен келдім. Кәсіптесіміз Гүлнара хақында айтып өтетін болсам, өзінің имканиятының шекленуіне қарамастан, басқа кәсіптестердің арасында өз алдына бір қабілетке ие. Гүлнараның және бір күшті тәрәпілерінің бірі ол бүгін күннің қаһарманы десек қателеспейміз. Себебі күнді күн демей, түнді түн демей, ол мәселен махаллелердің аралығының ұзақлығы деместен біздің тарауымыз бойынша, социалдық тарауы бойынша қандайдыр бір жаңа фарман, қарарлар, норматив жүйелер қабыл етілетін болса, Гүлнара тарапынан реакция білдіріледі. Сол тарапынан күшлі инсан деп білемін Гүлнараны. Біздің тарауымыздың қаһарманы десек те қателеспейміз. Мемлекетімізде алып барылып отырған саясаттың тикарғы мақсаты социалдық қорғауға мұқтаж болған шаңырақларды, шақсыларды, бүткіл социалдық қорғау дәрежесі бұл мемлекеттің ең тикарғы буынындағы қолауқатлау есептелінеді. Осы ітібар нәтижесінде көплеп имканиятлар, имтиязлар, жәрдемлер беріліп атыпты. Мен балалықта жасаған дәуірдегі имтиязлар менен, имканиятлар менен қазіргі дәуірдегі имканиятлардың арасында жүдә үлкен фарқ бар. Имканиятларды, жәрдемлерді қарайтұғын болсақ, бұл жүдә шетелдерде айрым рауажланған мемлекеттердегі жоқ имканиятлар, имтиязлар беріліп атыпты. Инсанның қадір қымбаты қай дәрежеде жоғарыға көтеріліп атырғанды мен өзім шаңыраққа кірген уақытында халыққа жақсы түсінік беру бойынша оқытуға жеткеруге әрекет етемін. Лидер хаял сыпатында, лидер қызметкер сыпатында осы жылы Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі басылығы тарапынан Ватан пыдайысы деген көкірек белгісі нышаны менен сыйлықландым. Нұрымбетова Гүлнара Қадырбергеновна сыйлықланады. Әне осы бақылау мені және де келешекте күш, қуат, энергия берді. Менің бір
үлкен шүкраналығым бұл шаңырағымның, перзентімнің барлығы, ата анам, туған туысқандарымның, менің жақынларымның атырапымда екенлігі, перзентімді мехірлі, мүруветлі, жақсы инсан сипатында қалыптастыру үшін азырдан басылап осы перзентіме тәлім алуында, оның барлығында айрықша бар қаратамын. Әлбетте, келешекте сол перзентім бір жақсы, кәміл инсан сипатында қалыптасуын қалаймын. Әрбір инсанның өмірге келгенде ненудір ізінде мал, дүния қалдырғысы келеді аулатларына. Кімдердір ілім қалдырғысы келеді, кімдердір басқа. Перзентіме жақсы тәлім тәрбия, білім, мехрибан инсан, мемлекеттік қызметші сипатында ол әммеден жәрдем береді оған. Әне осы қыздай инсан дүнияға бір мәрте келді деген нәрсені естуді қалаймын.